Сәлем достар, және бүгін қуанышты жағдай. Қазір менің сотым әкімнің үйінде болады. Бұл жерде мен кеше кіре Мен бұл ауылдың қазір сотта шешімін көретін боламыз. Мені қазір қамайтын шығар. Dostlar, meni mынандай жерге қамап қойды. Аны қазір сот басталады. Анау көрермендер, олар менен тығылу үшін мен қауіпті қылмыскер болдым. Қазір сот. Данаш, сот басталады. Кешегі өлген Рахмат Өлімханұлы әкімі мынау Мұсырман Мұрат өлтірді. Жоқ. Енді Мұсырман Мұратты болған 6 айға бас бостандығынан айырылады. Жоқ. Достар, біреудің бір нәрсесі бар ма? Жоқ, ол әкімді өлтіріп тастады. Бірақ мен келіспеймін. Ол әкім басқа бір қылмыскер болған. Неге оны қамамады? Сот шешімін айтады. Мұратты 3 айға қамайды. Жоқ достар, 3 ай бұл көп қой. Бірақ бұл жақтың соты өте жағы екен. Негізі мені көпке қалайды. Бірақ сонда да 3 ай. Мен енді 3 ай бойы осы жерде тұрам ба не? Жоқ, саған арнайы түрме салынатын болады. Сен дайындал. Сол түрмеде. Жоқ, мырза, ол түрмеде емес, ол тек неде бір үйді оған арнаймыз. Жарайды. Істеңдер. Бірақ мен бұны ауылым үшін істедім. Достар, мені мынандай жерге қамап қойды. Енді 3 ай бойы мен осы жерден шыға алмай отырамын. Бірақ достар, мен 3 ай ғана бұл жерде отырмаймын. Мен қашудың жолдарын қашу жолдары. Біз мұнан түрмеден қашу үшін бізге көп уақыт керек. Бірақ білмеймін. Сынбайды. Міне достар, алдым айтты. Бұл жерде бомба бар. Қазір мен мынаны қасып қалсам, бомба жарылады. Және мен екінші ауылға келмеймін. Сондықтан 3 ай осы жерде өмір сүруге тура келеді. Ұйықтауға болмайды ма? Ұйықтау. Екі ай 16 күн өткен соң. Достар, мен осыдан бір апта алдын менің қарным ашпай кетті. Жоғалсам ба деген, бірақ достар, жақында мен шығамын бұл жерден, және де 2 ай 16 күн өтіп кетті ғой. Жақында шықсам болар еді. Достар, айтатын шығарсыздар, неге мұнан бос шығамайсың деп? Өйткені ана жақта големдер мені өлтіреді. Достар. Неге мені шығардыңдар, Сені шығарған себебім сенікі дұрыс бапты. Ол адам аяқталды. Неге мен 2 ай бойы босқа отырдың ба?
Жаңа әкім сайланды ма? Жоқ, бізде әкім әлі сайланмады. Жарайды. Әкім онда кім болады? Сен боласың ба? Жоқ, мен болғым келмейді. Өйткені мені қабылдамайды. Кім болады әкім? Жарайды. Онда ертең мемлекет өздері шешетін шығар. Жарайды, достар. Мен мемлекеттің адамым. Мен кеше нөмір 6-шы ауылдың әкімі және оны өлтірген сіз мұсылман Мұрат? Иә, оны мен өлтірдім. Және сізді босқа қамаған екенбіз. Ендігі нөмір 6-шы ауылдың бұрынғы әкімі, ол өте қылмыскер болып шыққан екен. Иә, мен сіздерге айттым ғой, ол қылмыскер, ал сіздер мені тыңдамай қамадыңыздар бірден. Бұған кешірім сұраймыз. Және ендігі ауылдың әкімі кеше ол біз сайладық. Оның аты Болат Тасбереков. Болат Тасбереков. Жарайды. Оны тауып айтамын. Енді ол әкім екен. Ол осы ауылда ғой, иә, осыдан 3 күн алдын көшіп кетті. 3 күн. Дегенде 3 күн болғанда достар мені түрмеге қамады. Түрмеге. Неге қарап тұрсыз? Жұмысыңызды істеңіз. Мен түрмеге түскен соң бұл жақтан да шықтым. Болат Тасбереков, сіз бе? Иә, менмін. Не болды? Сіз енді осы ауылдың әкімісіз. Шын ма? Қаяқта мен бірден үйіңізге жүгірмеңіз. Сізді үлкен жауапкершілік алып тұр. Тоқтаңыздар. Бопты. Жүріңіз, үйіңіз мына жақта. Жарайды, өзіңіз шешіңізші. Және де басқа бір жұмыс таппадым. Мен мына жұмыстан қуылған ба? Әрине қуылғансың, бірақ саған жаңа жұмыс табу керек. Әйтпесе күніңді көре алмайсың. Сенде тамақ та жоқ. Менде бар, бірақ мен мемлекеттің тамағын жегім келмейді. Енді маған тоймай. Алдыңыздар өзіңіз. Так, достар, мен өзім ферма ашам деп ойладым. Фермада біз не істейміз? Біз бұл фермада бірінші шошқа өндіретін боламыз. Және де мына жерде бірінші морковка болайық. Сәбіз, яғни міне шошқалар бірден келді. Және де біз бірінші не істеуіміз керек? Забор істеу үшін ағаш керек. Достар, мен сіздер қорас деген және сіздермен бүгін бұған мен мұсылман Мұрат және каналға тіркеліп кетіңіздер.